Ой деп басына қадап жүресің ғой бұның. Ойбой, не деген хет кетті мынау. Артында. Те, бірінші оқпен бұның басына кәдімгі полный хет кетті қойды. Ойбой, не болып кетті мынау. Оппаны. Оппаны. Не деген болды мынау, не деген болды. Оппаны. Ассаламалейкум достар. Сендермен бірге бұл әрине аппақ KZ арнасы. Яғни біз бүгінгі өзіміздің кезекті видеомызда полный сетімізді, яғни оружейка барлығын аппақ қылып, яғни ультиматумдағы қарсыластарымызды жазалаймыз. Ал ендеше біз видеомызға кеттік, ең әуелі скатқа кіремізді, яғни осы жақтағы сетімізді полный аққа өзгертуіміз керек. Әрине біз шашына осы азамның шашын киеміз и маскасына барамыз. Не киеміз? Так, маскасына давайте осыны киікті, ал үстіне барамыз. Так, бізде әрине ақ водолазка болады и потона ақ штаны киеміз и аяғына барамыз. Мынандай жалпы школьныйдың жалпы кроссовкасын киетін боламыз. Так, енді біз жалпы сетіміз дайын, енді навыктан бір жөндеп жүрек. Бізде яғни айрес керек емес. Так, бұл жақтан барамыз да, біз әрине біз біріншіге осыны саламыз да, екінші. Так, мына жақта біз Рафаэлдің орнына Луна қойға. Так, болды, Луна қойдық. Енді қалған зат бізге керек емес. Енді оружейға кіреміз. Енді оружейінің жалпы бізге скиндарын өзгертетін боламыз. Бізде МК жалпы оружейлер ешқайсысын таңдамаймыз. Так, соны да бір өзгерте саламыз ба, не істейміз? Так, бізге пайда керек емес негізі. Мына оружейлер жалпы біз қолданбаймыз. Бізге не керек? Қымысы жалпы бізге өшірін автомат оружейінің жалпы ешқайсысы керек емес. Так, винтовкадан бізге Винчестерді қолдануымыз мүмкін, бірақ осы жолы әдейі Винчестерді қолданбаймыз, өйткені бізде ақ скин жоқ. Енді ястрепті біз қолдануымыз мүмкін, сол үшін так, осы жерден бір ақтау скин аққа ұқсайтын. Так, мына жоқ, мынау серия болып келеді. Так, мынаны қоясақ жарайды, мынау аққа пайди былай келеді. Ал А80-нен деді қолдануымыз мүмкін. Так, бізде ақ скин А80-нен жоқ екен, яғни А80-ді қолданбаймыз. Енді S-кестен так көрейік. S-кестенді дәл осындай үшін бізге жалпы оружейлердің ақ скиндер сәл қиындау болады екен. Ал ПП-ға кірейік. Бізде ПП-да не скин бар, жалпы аппақ скинін. Әрине бізде дәл осындай UMP-дің скині бар екен. Так, магазин двойной скині бар. MP-ді қолданбаймыз. М40 енді арғы команда алу мүмкін. Так, сол үшін біз мынау М40, яғни ақ М40-ды қойып қояйық. Титуқты қолданбаймыз. Енді дровейк әрине 6 траваш міндетті түрде қолданамыз. Сол үшін дәл осындай жалпы Тима Конса Мира деген үшін осы скинді қолданатын боламыз. Спас та қолданымыз мүмкін, өткені бізде ультиматумда спас бар, бірақ мына жақта менде так сибирный жоқ, сибирный кимейді, мынау кимейді. Так, мынау жоқ, қоңыр болып кетеді уже бұл. Так, бізде спаста ақ скин жоқ па? Жоқ, міне дәл осы ақ скин. Әрине бізде 2 травашты, әрине бұдан да біз ақты қолданамыз. Бізде ақ скиннен міне осы ғана бар екен, яғни бұл бізде Терра деген скин. Кейінске қолданбаймыз. Мына травашты керек емес, бізде ойнамаймыз. Жалпы снайперский тоже ойнамаймыз. Так, мына жақта сковородка дейді, кулакты. Так, бізде скин жоқ, жарайды, үшін 5 скинге қоя саламыз кулакты. Ал синкадан енді бір аппақ синк тауып алайық. Бізде жалпы так, мынау жоқ, бұл керек емес. Бізге басқа ақ синк болса, міне дәл осы ақ синк қоямыз. Енді другойдан бізге ешқандай зат керек емес, яғни біз дайымыз седоват. Енді рюкзак маңызды емес бізге, өйткені рюкзактың жалпы ешқандай пайдасы жоқ. Ал біз ультиматумға келдік. Так, енді мына жақтан бізге не таңдайды екен? Так, біз дигл тыңдамадық па? Так, біз дигл тыңдамадық қой, что-то. Так, дигл. Так, дигл тыңдамадық қой, біз пистолет дейма. Так, другой пистолет. Міне бәсе, біз дигл таңдамаппыз ғой. Так, диглдан осы скин қоямыз, міне аппақ скинні. Так, енді MP500 мүмкін таңдап қалымыз мүмкін, сол үшін міне науда скин жалпы ақ скинге былай келеді. Ал енді кеттік ал ультиматумға, енді осы жолы қайтып кіреміз. Так, бізде көрейік енді кім шығады екен. Нормальный бір хедшот беріп ойнайды адам шықса, вообще четко болады. Енді көреміз, бұл жалпы челленджді бізде қалай болады екен, біз орындай аламыз ба. Так, Зиолла дейді, үшін бір бала шыққан екен. Бұл қазір не таңдайды жалпы бізде көрейік. Бізде диглдың назар, келді. Как раз бізге керегі осы. Так, бізде диглымыз аппақ болып тұр. Полный жалпы біз дайынбыз. Енді так, қалай ойнайтын бала екен, бұны біліп алу керек бірінші. Так, бұл қай жерде? Авко. Шықсай. Көр.
Ей, отырып тұрма. Неге бас кетпей жатыр менде? Ей, бәсе, қалай кетпей жатыр деп қоям. Чисто теология етігендей болып тұр. Енді мынау бізде бірінші раундта жалпы мені танып, яғни менің подписчиктерімнің бірі болу керек. Енді жалпы отырып тұрып менімен ұшым достасып жатыр екен. Қазір көреміз, енді бұл осы жолы бізбен атысу керек. Так, бәсе. Игл таңдады, енді так. Атсай мені, атсай. Ой, деп басына қадап жүресің ғой бұның. Ойбой, не деген хет кетті мұнау. Енді біз не таңдаймыз? Әрине біз 2 оқтық дроваш таңдайық. Бізде так, жоқ 6 оқтық дұрыстан кәбіл өзі 2 оқтықты жалпы сол дровашты таңдайды. Бізде міне дровашада осындай ағыскен тұр екен. Қазір көреміз, бізде енді бұл қарсыласымыз жалпы қалай ойнайды екен. Может жақсы ойнаса, вообще бізге чоткі вот қазір. Бұны тауып алайық біз. Так, афкамане. Афкамане бұл, тірілсі, тіріл. О, не афкама до конца афкула ма? До конца афкуласын ба сен? О, тіріл, өй. Құрсын бізде қалай өп кетті, мұна вообще тірілмей ма не? Дәл осы афкоп тұра ма, қалай өзі? Так, мына жақтан, енді көрейік. Біз барамыз, если бұл до конца афк болатын болса, вообще шығып кете саламыз. Бәргілі, бәсе, енді тірілді бұл көкем. Енді бұл, оқ-дей, мына зажимші құнау. Артында. Оқ-дей, бірінші оқпен бұның басына кәңгі полный хет кетті қой. Тіпті бұның өзі шошып кеткенше не болып кетті бұл өзі деп. Так, бұл не таңдайды бізде? Айттым ол бірнетті түрде осы жолы 2 оқтық дроваш таңдайды. Енді бұл зажиматтамайды деген ойдамын, өткені бұл менің өзі ойымды көріп тұр. Мен вообще бұған 2 тешка беріп жатқан жоқпын, чисті 1 текамен ойнап жатырмын. Ал бұл қандай игрок екен, көреміз қазір. Оқтай төбеден келді. Так, бізде 1 тека берді. Ей, біз бір береміз. Ой, өлмей қаншы. Нада валчера бар. Ада валчера бар, короче. 2 текамен жүр. Мана, чилов көткенше. Өздерің көрді, мен бұның каскысын ұшырдым. 2 хет бердім. Дәші, енді атас алдым дегенде үшім шықпай қалдық. Екінші жалпы каткімізге кеттік. Бізде енді бірінші қарсыласымыз 5-0 кетті. Ал енді екінші жалпы біздің қарсыласымыз қалай ойнайды екен? Бізге Анисов деген бір бала шыққан екен. Енді Анисов енді жалпы қандай игрок? Зажимщик па или нормальный игрок па? Қазір бірге көретін боламыз. Так, басы бұл енді бір хедшотқа ойнайтын, яғни на красоту ойнайтын бала секілді. Так, что-то жүрісіне қарасам. Артында міне, артында мен сенің. Мені көрді бұл. Так. Сәл абайламасақ, мына жақта. Либо мен, либо ол ошым. Ойбай, не болып кетті мұнау. Өзі түсінмей қалды ғой, мұнау. Не деген хедшот болды мұнау деген. Секірді да просто бака боймен өліп қалды ғой. Ойбай, не деген ауыр болды. Так. Оп, бұны табау керек біз бұны. Так, бізде келятыр. Келятыр. Қалай қадайымай қалды? Оп, бұны. Оп, бұны. Не деген болды мұны, не деген болды? Тәршеп кеттің бі, оу. Так, енді бізде бұл не таңдайды екен? Бұл көрек не таңдайды? Ема юмпи дейді ғой, ең менің жалпы өзіме не удобно оружиелердің бірі. Енді мен жалпы бұл юмпи оружиемен 1 тешкадан ойнап үйренген, тек қана, бірақ енді мынау қазір примерно 5-6 тешка басып, енді хет қадау мүмкін, бірақ бұлай жалпы 1 тешкадан қарайды деп айта алмаймын енді. Ойбай. Өтініш. Ема, неге однау не навык, білесіңдер ма? Но, короче, бізге бір новыйдан бір навык шыққан екен. Бұның жалпы не пайдасы бар? Мен что-то кешеде речем ойнағанда қарадым. Жалпы бұл навыкты түсінбей ақ қойдым ше.
бір навыкты қосып жібереді. И, короче, сені ұстап ала ма, білмеймін, сондай бір байлесі бар ше. Ау, не навык? Білесіңдер ма? Сонда бұл навык, короче, адамнан дополнительный урон жемасындай бір байлесі бар, я? Ну, жарайды, ястырып көрейікші енді. Бізде әзірге бұның сәл әдетсіз ойнауына байланысты 2-2 боп жалпы шотымыз теңесіп тұр. Енді мен UMP-мен ойнай алмаймын, поп оружиелермен, жалпы зажиматтайтын оружиелермен ойнай алмаймын. Так, бір тешкамен ойнайтын оружие мен үшін өте ыңғайлы. Так, бұл үшін енді білмеймін. Так. Айтада навык. Бұл түсіндім. Короче, бұл навык. Урон жимасын бір бәлесі бар. Аптек өратпен еще. Урон қайтпалама хп сондай. Короче, хп алғандай болады, бірақ алмай кен хп-ны. Ну, типа алдамшы. Такс. Мен прямо сигратым. Аптек ораш өтініш, кәу өлесің. Аңғарды зажимын көріндер ма? Ема. Анау не деген игрок өзі? Ұяты бар ма? Мұнаның вообще түсінбедім мен. Чисто кәдімгі кнопканы вообще жібермейді. Мен айта алмадым. Мынандай жалпы обновадан кейін бұндай зажимшік жат деп мен вообще ойламадым. Мен ойлам, но по идее нормальный заттарды қосады, жалпы өзгертеді, не қылады деп. Сөйтсем бұндай зажимшіктер, деп мына кеатрына навык қосады. Оппыны! Ойлады байғыз, мені алып тастайым, қазір упорына барам, зажиматтайым деп, бірақ болмады да бұл жоспары. Такс, бұл нетандай аппаратта бір зажиматтайтын бір жатабаты. Зажиматтайтын дейді қазір бір любой оружие дейді қазір. Примерно сомен счетты қазір 4-4 қып теңестірсе бұл. Так, что-то мынау апкыма. Мына бізден. Такс, мынандай бір оружие. Так, бізде көрейік. Апкыма не? Апкыма не? Апк көп қалды ғой, по идее бір мама шағырып қалды ма, бір бәле болды мынада, я? Мама шағырып қалды ма? Такс. По идее мен жаңа мен айтпақшы ұмытып кеткен екенмін, жалпы менде ақ скиннелер жоқ оружие болса не қылам деп. В общем, 5-0 и екінші адамыз бізде 5-2 болды. Яғни біз бүгінгі видеомызда челленджімізді, яғни планды орындадық. Ал енді жалпы келесі видеода енді мен қандай түспен жалпы қарсыласымызды жазалаймыз, соны осы видеоның комментіне жазып кетіңдер.